Салем достар, бізде бәрі дәмді каналына қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге осылай аралары ашық болып шығадыған ісіп, әдемі болып шығадыған борсақ жасау жолымен бөлісемін. Видеоның соңына дейін күзетіп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле кетіңіздер. Бұл рецептке алдымен бір таза ыдысымызға тұзымызды, құмшекерімізді, дрожжымызды, сұйық майымызды, сосын жылы суымызды құямыз. Қанша граммдан ісіткендерімді объяснениеға жазып кетем, сол жерден скриншот жасап алсаңыздар болады. Енді үстіне керегінше ұнымызды салып, әдемілеп жұмсақтау етіп қамырлаймыз. Осы рецептпен жасаған борсақтарыңыз өте дәмді болып шығады. Сіздер де бір жасап көрсеңіздер, мен сияқты қайта-қайта жасап бергілеріңіз келеді. Балдарым өте жақсы көреді, сондықтан мен көп жасаймын. Ал енді қамырымызды ашытуға 1 сағатқа жібереміз. Міне біздің қамырымыз ашып, енді оны зывалаларға бөліп алдым. Бір зываласын алып, осылай оқтаудың көмегімен әдемілеп жайып аламыз. Жайылған қамырларымызды 10 минутке қалдырып, 10 минуттен соң ғана кесеміз. Өздеріңізге қалаған фасонда кессеңіздер болады. Қаласаңыздар думалақ етіп, қаласаңыздар төрт бөлшек етіп, қаласаңыздар мен сияқты ромбик етіп кессеңіздер болады. Алдын ала майды қыздыруға қойып қоямыз. Қызып тұрған майымызға борсақтарымызды бірін-кетін салып, әдемілеп екі жанына қызартып аламыз. Бұл борсақтарымыз осылай көтеріліп, әдемі болып, аралары ашық болып шығады. Достар, мінекей біздің борсақтарымыз дайын. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ас болсын, келесі видеоларда кездескенше сау саламатта болыңыздар.